Бір ауылда ене мен келін тұрды. Енесі қаталдау кісі. Келін шайды дұрыс құймады, асты дәмсіз болды деп, ұсақ түйекке дейін көңілі толмай жүретін. Келін болса үндемейтін. Бірақ сайын таңмен тұрып, енесінің шайын демдеп, балалардың киімін жуып, ескерусіз қалған бақшаны гүлге толтырды. Ол енесінің шайын әр таң сайын жылы сөзбен бірге апаратын болды. Сіздің пісірген бауырсағыңыздай болама менікінде деп, әр сөзінде енесінің қадірін айтып отыратын. Енесі алғашында бұған мән бермейтін. Бірақ бір күні ауылдастары, келініңіз қандай ибалы, бәріміз үлгі аламыз дегенде, ене алғаш рет ойланып қалды. Өз келінін сырт көз мақтап жатқанда, жүрегінде жылу пайда болды. Сол күні ене алғаш рет келіннің қолынан шай ішіп отырып, «Рахмет, қызым, сенің барыңа шүкір» деді. Келін үнсіз жымиып қойды. Бірақ сол бір ауыз сөз арадағы жылдарды жақындатып, жүректерді табыстырған еді. Кейде сабыр, ең үлкен жауап. Кейде мейірім сөзден де биік. Келін мен ене бірін-бірі түсінгенде, отбасының берекесі басталады.